Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Отырыңыздар. Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай? Олай болса, біз сабағымызды бастаймыз. Алдымен оқушылар, сіздерді кездейсоқ есімдер арқылы топқа бөлемін. Содан кейін жағымда ахуал қалыптастыру үшін сіздерге тапсырмалар беретін боламын. Оқушылар, біз өткен сабақта қандай тақырыптармен таныс болдық? Қандай тақырыптармен? Жеміс жидектердің пайдасы, сосын. Жақсы. Үйге қандай тапсырма берілді? Жеміс жидектер туралы мақал-мәтелдер жазу. Олай болса, оқушылар, уақыт алмай, барлығымыз бір-бір мақалдан айтып шығайық, я? Даусымыз шығарып, Нұр келді. Жеміс жеміске қарап өседі. Жеміс жеміске қарап өседі. Жақсы. Бекжан, даусымызды анық шығарайық. Ағаш жетпей жеміс өспейді, жеміс келмес, іс бітпей жеңіс келмес. Шапағат. Жаздың жемісі қыстың қазынасы. Айзере. Тыйым салынған жеміс тәтті. Тыйым салынған жеміс тәтті. Тағы кім? Мына топтан. Әбілсейт. Жемісі көп ағаштың бұтағы төмен. Жемісі көп ағаштың бұтағы төмен. Даусымыз шығарайық, естілмеді. Нұрсая. Жеміс жеміске қарап өседі. Иә. Әлишер. Ағаш тамырымен танылады. Иә. Дос. Адам досымен танылады, иә. Жақсы балалар. Өте жақсы үй жұмысына дайындалып келген екенсіздер. Олай болса, тақтаға қарайық барлығымыз. Дұрыс. Өте жақсы отыра ғой. Келесі Айзере. Дұрыс, тамаша. Келесі Әбілсейт. Қандай сөз? Көңіл. Үстінен басамыз. Келесі Айша кел. Кезете ғой. Білім. Өте жақсы. Олай болса, оқушылар, сіздерге бүгінгі сабақта менің тілейтінім сәттілік, білім, тамаша, көңіл күй тілеймін, оқушылар. Олай болса, сабақты бастаймыз. Жақсы оқушылар, енді бүгінгі сабақтың тақырыбын анықтау үшін сіздерге жұмбақ бастырамын. Ас үстінде ол керек, оның жөні бір бөлек. Қолыңды таза ұстасаң, жақсылыққа сені үйретпек. Бүгінгі тақырыпты анықтаймыз. Жауабы бүгінгі тақырыбымыз шығады, жауабын шешетін болсақ. Әбілсейт? Жоқ. Бүгінгі тақырыбымызды анықтаймыз. Қандай тақырып? Кім айтады? Айзере? Дауысын қатты шығарамыз. Тамақтану несі? Тәртібі. Тамақтану әдеп екен, оқушылар. Олай болса, бүгінгі сабағымыз біздің қандай? Тамақтану тәртібі, нәсіл таңдамайды, нәтиже сабақ. Жазамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тамақтану тәртібі, нәсіл таңдамайды, яғни нәтиже сабақ. Әр астың өз орны бар. Бұл мәтелді қалай түсінеміз? Әр астың өз орны бар. Тамақты қалай ішу керек? Уақытылы, уақытымен тағы өлшеммен, мөлшермен ішу керек екен. Мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу, және одағай түрлерін ажырата білу, қолдану. Оқушылар, енді біз мен сендерге қазір қазақтың ұлттық ойыны бәйге арқылы бағалау парақшасын ұсынамын. Ол үшін бірінші топ басшысын сайлап алайық, иә? Бірінші топта Нұрсая, екінші топта Шапағат, үшінші топта Дәулет топ басшысы, иә? Бәйге арқылы бағалаймыз, оқушылардың есімдері жазылып тұр. Яғни оқушылар бүгінгі
сабаққа жауап беруіне байланысты, ұпай сандарына байланысты бәйгедегі аттарды орындарын жылжытып отырамыз оқушылар, иә? 10 балл арқылы бағалаймыз. Аяққа кетіп қалдым, әкел. Денсаулықты сақтауға, ағзаның қалыпты өсуі мен дамуына, жұмыс қабілетінің жоғарылауына және ағзаның қоршаған ортаның әртүрлі жағымсыз әсеріне қарсылығын күшейтуге ықпалын тигізеді. Дұрыс тамақтану ережелері: тамақты үстелдің басында отырып қабылдау керек. Егер тамаққа зейін салмай 5 рет қабылдаған жөн. Таңертеңгі асты мұқият ішу қажет. Егер организм түскі сағат 10-12 сағат тамақ қабылдамаса, онда ағзадағы қант азайып кетеді. Дұрыс тамақтану негізгі шарттары: тағамның құрамында негізгі қоректік заттар, белок, көмірсу, май болуы тиіс. Оқушылар, бірінші тапсырмамыз біздің топтық жұмыс, яғни бірінші топ тамақтану әдебі туралы постер арқылы қорғайды, ол шапағаттың тобы, иә. Екінші топ дастархан басында жасауға болатын және жасауға болмайтын әдеттер мен іс-қимылдарды бөліп жазасыздар. Манағы тыңдаған видео мәтіндеріңізге байланысты, иә. Үшінші топ тағам туралы қызықты тест құрастырасыздар. Үшінші топ. Ал егер жауап беріп белсенді қатысқан оқушыларға мен қолымдағы теңге арқылы сіздерді бағалап отырамын және сабақ соңында олардың санын анықтайтын боламыз. Дескриптор балалар тақтада барлығы жазылып тұр, қараймыз да, сол бойынша тапсырмаларды анық, толық орындауға тырысамыз. Ал бастайық. Сәттілік. Қағазын таста, иә. Ақылдасыңдар. Біздің топқа берген тапсырма тағам туралы қызықты тест құрастыру. Қай тағам кальцийге бай және сүйекке пайдалы? А. Шоколад, сүт өнімдері, Б. газдалған сусындар. Süt önümleri. Дұрыс, жақсы. Келесі. Ал оқы. Қай тағам ми қызметін жақсартады? А. Алма, Ә. Жаңғақ, Б. Чипсы. Жаңғақ, иә. Айзере жауап бер. Келесі. Біздің топқа берген тапсырма тамақтану әдебі туралы постер құрастыру. Тамақтану әдебі дегеніміз тамақты өз мөлшерімен уақытылы жеу керек және тамақты асықпай жеу қажет. Тамақты уақытылы дауыстап шайнамау керек. Тамақты үстел үстінде қабылдау қажет. Қабылдау қажет. Дауыстан қатты шығарыңдар. Біздің топқа берілген тапсырма дастархан басында жасауға болатын және болмайтын әдеттер мен іс-қимылдарды бөліп жазу. Дастархан басында болатын іс-қимылдар: қолды жуу қажет, тамақты асықпай шайнау қажет. Және де болмайтын іс-әрекеттер: ол теледидар қарауға болмайды, сөйлеуге болмайды, тамақты сылпылдатып жеуге болмайды. Өте жақсы оқушылар. Отыра қойыңыздар. Келесі тапсырма оқушылар, бізде жұптық жұмыс, яғни менің қолымдағы парақтарға жазылған сөйлемдер бар. Сол сөйлемдердің ішіне одағайларды кірістіре отырып, сөйлемді толықтырасыздар. Бірінші одағайларды қатыстырып, сөйлемнің құрамын өзгертесіңдер, одан кейін одағай түрлерін ажыратасыздар. Одағайдың түрлерін білеміз ғой, иә? Дескриптор тақтада көрсетілген, соған бағынып жұмыс жасаймыз. Ал жұппен бірге жұмыс жасаймыз. Жұптық жұмысымыз дайын болса, оқып бастайық. Еңбегіңнің жемісін көр, берекесін берсін. Бұл жерде одағай бәрекелді сөзі. Бәрекелді, еңбегіңнің жемісін көр, берекесін берсін. Өте жақсы, дұрыс па? Тақтаға жаза қой, Бекжан. Келесі топтан. Кім болды? Айзере. Әрем бітіп күш қалмады, енді үйге жетсек болды. Бұл жердегі одағай ух шашады. Әрем бітіп күш қалмады, енді үйге жетсек болды. Қандай одағай қолдандың? Өте жақсы. Тақтаға жаза қой. Келесі оқушы, кім жолмен аяқтады? Иә, Мұсая. Әй, дамырлар сөйлемеңдер, әдетсіз болмаңдар. Бұл жерде одағай әй, бұл негізгі одағай. Негізгі және көңіл күй білдіреді. Жақсы. Шапағат. Тақтаға жаза қойың. Кім тасырлап тұрған?
Мен мұндай дәмді жемісті бұрын соңды жеп көрмеппін. Мәссаған. Мен бұндай дәмді жемісті бұрын соңды жеп көрмеппін. Бұл сөздегі одағай мәссаған. Иә, қандай? Негізі одағай ма, туынды одағай ма? Туынды одағай. Өте жақсы. Бол. Енді оқушылар жұптық жұмысқа қатысқан, оқыған оқушыларға жұбыммен бірге жұмысқа қатысқан оқушылар. Үшінші тапсырма фортуна дөңгелегі арқылы орындалады. Яғни біздің ұлттық құндылығымыз, қазақтың киіз үйін қазір айналдырамыз. Соның ішінен шыққан сөздерге сол жерде сөйлем құрап айтамыз. Оның ішінде одағайлар берілген, соларға сөйлем құрап айтасыздар, иә? Берілген одағайларды қатыстырып сөйлем құрайсыздар, яғни одағайларды қатыстырып сөйлем құрағандарыңыз үшін жалпы ұпай 4 ұпаймен бағаланасыздар. Дәулет, сәттілік бастай ғой. Айналдыр. Дәулеттің алдына түскеніне. Аша ғой. Қандай сөз шықты? Бай деген сөз шықты. Сөйлем құраймыз. Бай. Одағай. Бай, мына тұлпардың әдемісін қарашы. Жақсы, өте жақсы. Бай. О, иә. Қандай сөз? О, Дариға деген сөз. Мына жердің кереметін ай. О, Дариға, мына жердің кереметін ай. Қандай одағай? Нені білдіреді? Көңіл күйді білдіреді екен. Жақсы, өте жақсы. Балалар, қазір тақтада сабақты қорытындылау мақсатында сіздерге арналған тест жұмысы бар, иә? Енді соны барлығымыз бірге қарайық. Оқушылар, одағайды анықтаңыз. Қай жауап дұрыс? А жауабы тәйт, В жауабы қысқасы, С жауабы мысалы, Д жауабы тоқта. Қай жауап дұрыс? Тәйт. Белгілеп қарайық. Өте жақсы, дұрыс оқушылар. Келесі. Жағымды көңіл күй одағайын табыңдар. А. Әттеген ай. В. Алақай. С. Ауқау. Д. Пішту. Қай жауап дұрыс? В жауап. Бүгінгі сабақты балалар қорытындылау мақсатында қазір жетістік шыңына шығамыз. Ол үшін бүгінгі сабақта нені үйрендік, не білдік, соның барлығын атап шығамыз. Яғни адамдардың үстін басу арқылы жетістіктің шыңына шығамыз. Кім шығады оқушылар? Шапағат келе ғой. Адамның үстінен басып тұр. Бүгінгі сабақта айта бер. Мен бүгінгі сабақта тамақтану тәртібі туралы үйрендім. Адамның үстін басасың. Тағы тез бас. Тамақтану әдебі туралы. Тамақты уақытылы жеуді. Тамақты үстел үстінде қабылдауды. Сөйлемеуді, да? Сөйлемеуді. Қолды. Тамақты мөлшермен жеуді. Өте жақсы. Келесі оқушы, Әбісет кел. Не үйрендің? Айт. Мен бүгінгі сабақта тамақтану тәртібі нәсіл талғамайтынын түсіндім. Пышақты. Пышақты оң қолға, ал шанышқыны сол қолға ұстауды білдім. Тағы. Тамақты өз мөлшермен жеуді білдім. Жақсы. Енді оқушылар бүгінгі сабақ бойынша қазір барлығымыз тақтаға шығып, кері байланыс береміз. Келесі оқушы. Мен Жарас Шапағат 9 ұпай, Жарғап Бекжан 9 ұпай, Әлібай Төреділді 6 ұпай, Сұлтанбек Айзері 9 ұпай, Амангелдиева Айша 5 ұпай, Жеңіс Нұргелді 8 ұпай. Жақсы оқушылар, енді бұл ұпай сандарымен мен келісемін.
Так, Шапағат 9 ұпай, Бекжан өте жақсы қатысты 9 ұпай, Төрегелді 6 ұпай, Сұлтанбек Айзере 9 ұпай, Амангелді Айша 6 ұпай, және Жеңіс Нұргелді неше ұпай? Оқушылар, бұл Нұрсаяның топ басшысының бағалауына мен келісемін. Өте жақсы оқушылар. Бірінші топтағы Төрегелдіге топ басшысының бағалауы бойынша 6 ұпай, мен де онымен келісем 6 ұпай. Әбілсейт топ басшысының бағалауы бойынша 6 ұпай, топ басшысының айтқанымен келісемін. Одан кейін Дәулет деген оқушы топ басшысының бағалауы бойынша 8 ұпай, өте жақсы қатысты сабаққа бүгінгі. Шапағат топ басшысының бағалауы бойынша 9 ұпай, өте жақсы 5 деген бағамен бағаланады. Енді оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай еді? Тамақтану тәртібі, нәсіл таңдамайды. Олай болса тамақтану ережесі барлық ұлтқа, барлық нәсілге бірдей екен. Солай ма? Яғни дастархан басында әдеп сақтау, дұрыс тамақтану, дұрыс отыру, ережені орындау, бұның барлығы барлық ұлт өкілдеріне тиесілі екен. Сонымен қатар біз бүгін сабақта не туралы таныстық тағы да? Одағай туралы, одағайдың түрлерімен жұмыс жасадық. Ал кім маған негізгі одағайларды тағы да қорытындылап айтып жібереді? Бүгінгі сабақта негізгі одағайлар және туынды одағайларды бір атап кетейік. Сонымен сабақты аяқтайық. Кім айтады? Туынды одағайды. Кім? Айзере. Даусыңды қатты шығарып айта ғой. Бәрекелді. Өте жақсы. Азиза, негізгі одағайларды атай ғой. Оқо, ой. Өте жақсы оқушылар. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, жақсы демалыңыздар.